Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге генозо бухария деген салатын жасап көрсететін боламын. Менде мына жерде 3 дана картошканы теркадан өткізіп, мұздай суға осылайша етіп жуып аламыз, крахмалын кетіріп. Осылайша жуып алған картопымызды сүлгінің бетіне жайып, сүртіп, жақсылап кептіріп аламыз. Кептіріп алған картопымызды қызып тұрған майға салып аламыз. Осылайша етіп майға қуырып, дайындап аламыз. Міне менде мына жерде 1 штук қияр, 3 штук тұздалған қияр, барлығын тауықтың еті, жұмыртқа барлығын дайындап алып, осыны ұзыншақ етіп турап аламыз. Әйгілі болған салатымызды жасап жеулеріңізге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылайша етіп соломка етіп турап аламыз қиярымызды. Енді кезекте тұздалған қиярымызды да соломка етіп турап аламыз. Турап алған қиярларымызды осылайша етіп ыдысқа салып аламыз. Қайнатып алған тауықтың төс етін де соломка етіп турап аламыз. Барлығының грамын описанияға жазып қалдырып кетемін, сол жерден көрсеңіздер болады. Етімізді де турап, ыдысымызға салып аламыз. Менде мына жерде 2 дана жұмыртқа сарыуызынан ажыратып аламыз. Осылайша етіп ажыратып, бұны да соломка етіп турап аламыз. Жұмыртқамызды да турап ыдысымызға саламыз. Жаңағы ажыратып алған сарыуызымызды осылайша азғана укроптың үстіне салып, шаңнышқының көмегімен езіп аламыз. Үстіне азғана майонез құйып, оны да араластырып аламыз. Майонез құйсаңыздар басы бірігіп, бір-біріне жабысып, әдемі дөңгелек болып шығады. Дайын болған сарыуыздарымызды осылайша етіп басын біріктіріп, дөңгелек етіп, құрт тәрізді етіп шығарамыз. Осылайша етіп
Жинап қойған салаттарымыздың бетіне майонез құйып, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Майонезді көз мөлшермен құйдым. Аз болғандықтан үстіне және тағы да құйып араластырдым. Араластырып алғаннан соң тарелканың бетіне салып, әдемілеп, жаңағы қуырып алған картобымызды бетіне сәндеп әсемдейміз. Осылайша барлығын салып болғаннан соң бетіне укроп қолдансаңыздар болады. Менде укроп болмағаннан кейін кинзаны әсемдеуге шештім. Осылайша етіп үш жеріне теріп шығып, кинзаны бетіне жаңағы сарыуызды, дөңгелетіп алған сарыуызды қойып шығамыз сәндеп. Осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәмі бір жасағаннан керемет болып шығады. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.